Газды анықтауға арналған бірнеше қарапайым әдістер бар. Көптеген газдар түссіз болғанымен, оларды анықтау мүмкін емес деуге болмайды. Алайда, біз тыныс алып жүрген ауаны көрмейміз, солай емес пе? Бірақ ванна қабылдап жатқаныңызда, су астында дем шығарсаңыз, ауаға толы көпіршіктерді көресіз. Газдың бар екендігінің тағы бір дәлелі ретінде, жел немесе біздің теріміз сезе алатын ауа қозғалысын айтуға болады. Ешқандай жел болмаған күнде де, жылдам қозғалып бара жатқан көліктен қолымызды шығарсақ, ауа кедергісін сезуге болады. Ауа кедергісі парашютшіге жылдамдықты азайтып, жерге жайлап және қауіпсіз қонуға көмектеседі. Кейбір газдардың тіпті иісін де сезуге болады. Олардың ішінде біз тыныс алатын ауа иіссіз, ал қалғандарының иісін анық ажыратуға болады. Иісі шіріген жұмыртқа иісіндей күкіртті сутек жағымсыз иісті газдарға жатады. Асханада, пештерде қолданылатын жанғыш таза табиғи газдың иісі болмайды. Сол себепті газдың шыққанын сезуіміз үшін оған иіс беретін қоспалар қосады.